Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар. Республикалық бір ел бір кітап акциясы аясында белгілі көрнекті балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың шығармалары жыл бойында насихатталуда. Мен сіздерге бүгін балалық шаққа саяхат повесіне тоқталып өтемін. Қазақтың классик жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың әйгілі шығармаларының қатарында балалық шақтың балауса күндерінің бүгінгіндей көз алдыңа әкелер тұғыры биік туынды. Балалық шаққа саяхат повесінің орны ерекше. Автор бұл кітаптың әр тарауында заманның қаталдыққа толы қиын күндерін қиыстырып суреттеген. Кейіпкер образдарын аса үлкен шеберлікпен кестелегені соншалық, оқып отырып кейіпкердің көңілді кейпіне еніп күлесің, жалынышты жүзіне еніп жылайсың. Кітаптың әр парағын оқып, танысқан сайын автордың балалық әлеміне сапар шеккендей боласың. Повесть өз тақырыбын, мазмұнын жеткілікті деңгейде аша білген. Ең бастысы, сахарада сайрандаған қазақ баласының сыпайы да сотқар қылық, сынық мінезін дәл мүсіндеген.